Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен осындай бас киімді тоқып үйренетін боламыз. Тоқылу жолы өте оңай. Менімен бірге болыңыздар және каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Қыздар, қазір мен бас киімге осындай Газал Викинг деген жіпті қолданамын. 100 грамм, 100 метр, 70% акриль, 30% шерсть, және де мен 4 мм крючокты қолданамын. Және де қыздар, қазір мен сіздерге схемасын түсіндіремін. Қазір біз жоғары қарай 40 сақина тоқимыз, және де тап сол сияқты 38, 36, 33, 31, 29 деп сақиналарымызды азайтамыз. Сонда бізде осылай 3 бұрыш шығады. Сол 3 бұрышты біз 40 сақинамен қайтадан қосып шығамыз. Сосын жоғары қарай керісінше көбейтіп тоқимыз. Осылай бізде бір жапырақ сияқты бір бөлігі шығады затымыздың, бас киіміміздің. Осындай көрсетіп тұрған схемамдай сіздер өзіңіздің жаңағы басыңыздың размеріне байланысты осы жапырақты, мысалы біреу кішкентай балаға тоқитын болсаң 4-еуін, 5-еуін, ал үлкендеу қылсаңыз 6-ын, 7-еуін солай қылып тоқисыздар. Тоқылу жолын қазір енді бәріміз бірге видеода көретін боламыз. Сіздерге түсінікті болады деген ойдамын. Ал егер де мысалы размерін үлкен қылғыңыз келсе, мысалы сіз 50 сақина алуыңызға болады, 60 сақина алуыңызға болады. Жаңағы міне азайтқанымды менікі сияқты алып, екеуін, сосын үшеуін қараңыздар, көріп тұрғандарыңыздай тап солай азайттым. Тап солай азайтып тоқсаңыздар болады. Қазір енді біз тоқып бастаймыз. Және қыздар, сіздерге алды бұрын айтып кететін ақыл кеңесім, тоқымас бұрын, алды бұрын видеоны көріп, түсініп алғандарыңыз жөн. Енді қазір біз тоқып бастайық. Қыздар, осылай дөңгелетіп алып, видеода көрсетілгендей ішінен крючокты салып, қараңыздар, осылай бірінші сақинамызды жасаймыз. Осылай бастамасы да, сақина емес, бастамасы. Міне енді біз сақина жасаймыз. Міне осылай крючокты ішіне жіпті кіргізіп алып, бірінші, екінші, үшінші, осылай сақина жасаймыз. Енді бұл база болған соң барлығыңыз білесіңіз деген ойдамын. Ешқандай қиындық жоқ. Тап осылай 40 сақина тоқисыздар. Қараңыздар қыздар, мен осылай 40 сақина тоқыдым. Енді не қараңыздар, 40 сақина тоқыдым. Жоғары қарай енді мен бір сақина тоқимын да, қараңыздар. Бір сақина тоқимын және төменге қарай, қараңыздар, столбик без накида жасаймыз. Қара осылай жіпті ішінен алып, столбик без накида жасаймыз. Міне видеода сізге анық көрсетіліп тұр деп ойлаймын. Міне екеу, үшеу. Және де қыздар, қараңыздар, тоқып отқан кезде міндетті түрде санап отырыңыздар. 40 сақинаңыз тап сондай болып шығу керек. 38-39 болып қалмау керек. Себебі бұл жерде санап тоқымасаңыздар қателесіп кетесіздер. Және де бұл бас киімде 40, 38, 36 дегендердің барлығы дұп-дұрыс шығу керек. Тап осылай қыздар, соңына дейін 40 сақина төменге қарай столбик без накидамен қосып тоқисыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Видеоның соңына дейін осындай бір мотивпен тоқимыз. Енді қараңыздар, менде міне 40 сақина шықты. Енді біз екінші жол 38 столбик без накида тоқимыз. Айналдырамыз. Міне айналдырамыз. Міне бір сақина тоқыдық қой. Міне бір сақина тоққан сақинамызды кейінгі сақинаға осылай столбик, соединительный столбик тоқитын боламыз. Қараңыздар, тап жаңағы сияқты екінші шетінен алып тұрып соединительный столбик тоқимыз. Қыздар, 38-ін тоқимыз. Жаңа біз 40 соединительный столбик тоқыдық қой. Енді 40 соединительный столбик тоқисыздар.
тағы осылай қараңыздар, мына жерден екеуін тоқымайсыздар. Міне екеуін қалдырып кетесіздерді. Міне 38-ге дейін соединительный столбик тоқисыздар. Қыздар қараңыздар, мен екеуін қалдырып кеттім. Енді бір сақина жасайым. Міне қараңыздар, міне 38-ді тоқып жатыр. Төменге қарай енді 38 тоқимыз. Қараңыздар, міне қайтадан үстінен бір тоқып шығамыз соединительный столбикпен. Міне осылай санап отырғандарыңыз жөн, себебі тоқып отырған кезде қателесіп кетулеріңіз мүмкін. Міне 38 соединительный столбик шығу керек. Сіздер мысалы 50-ін тоқысаңыздар, 48 соединительный столбик тоқисыздар. Тап солай жалпы өзіңіздің размеріңіз бойынша тоқи бересіздер. Міне осылай соңына дейін тоқисыздар. Қыздар, міне мен 38-ді бітірдім. Бір сақина тоқимын. Айналдырамыз. Міне бір сақинадан кейінгі сақинаға соединительный столбик тоқимыз. Енді бұл жолы біз 36 соединительный столбик тоқимыз. Жаңа 38 тоқыдық қой. Енді тағы екеуін қалдырып кетесіздер. Тап солай 36 соединительный столбик тоқисыздар. Міне мына жерден екеуін қалдырып кетесіздер де. Міне үшіншісін міне мына жерден бастап тоқисыздар. Қараңыздар. Міне екеуін қалдырдым. Бір сақина тоқыдым. Айналдырдым. Бір сақинадан кейінгі сақинаға қараңыздар. Соған барып соединительный столбик тоқыдым. Тап солай соңына дейін 36 соединительный столбик тоқисыздар. Тап осылай жаңағы мен сіздерге көрсеткен схема бойынша 33, 31, 29-ын тоқисыздар, ешқандай өзгеріссіз. Қараңыздар, 33, 31, 29-ды өздеріңіз тоқисыздар. 29-ға келген кезде біз бірге тоқитын боламыз. Қараңыздар, осындай бізде төменге қарап тұрған осылай жоғары жағы не үшбұрыш сияқты болып шығады. Міне 29-ға дейін тоқисыздар, 29-дан кейін бірге тоқитын боламыз. Қараңыздар, міне мен осылай 29-ын тоқыдым. Осындай болып шығады. Енді не 40, 38, 36, 33, 31, 29. Енді бір сақина тоқимын. Міне бір сақина тоқылып тұр уже. Мен сізге бір көрсетейін. Бір сақина тоқим. Айналдырам. Міне қараңыздар, осылай шетінен бастап соединительный столбик тоқимын. Осылай 29-ға дейін тоқисыздар. Осылай тоқи бересіздер соңына дейін. Яғни 29-шы соединительный столбикте қалдық қой. Соған дейін тоқисыздар. Қараңыздар қыздар, міне 29-шысын тоқыдым. Енді қараңыздар, не істейміз? Міне бізде 29-шы жаңа, міне мына 29-ды тоқыдық қой, енді біз мына 40-ты тоқимыз. 40-ты тоққан кезде осы барлығын бірге тоқитын боламыз. Міне араларының барлығын. Не көріп тұрсыз, жоғары жағында шығып тұрған жер бар ғой, міне. Мына жерде жоғары жағында осылай шығып тұрған осындай столбиктің бас жағы, соны аласыздар да. Міне, мияқта төменгі жағындағы міне 30-шы столбикке осылай үшеуін бірге алып, қосып, соединительный столбик тоқисыздар. Сосын міне 31-шісіне қараң, 31-шісі міне мынау. Соған кәдімгі обычный соединительный столбик тоқисыздар. Міне сіздерге видеода түсінікті
көрсетілген. Енді бізде 31 болды. Қараңыздар, жоғарғы жағындағысын тағы алдым. Міне 32-шісі бар ғой, міне 32-шісі, 32, 33, 32-шісіне аламды. Осылай үшеуін бірге тоқимын. Мына 33-шісі. Енді қараңыздар, міне жоғары жағындағы осылай аламын. Міне жоғары жағынан осылай аламын. Осылай алып, міне 34-ші столбикке осылай үшеуін бірге қосып, столбик, соединительный столбик тоқимыз. Тап осылай соңына дейін тоқисыздар. Ешқандай қиындық жоқ. Жаңағындай соединительный столбикпен тоқып шығасыздар. Енді бір сақина тоқисыздар да айналдырып, осылай соединительный столбиктермен 40 сақина, 40 соединительный столбик тоқисыздар. Қыздар, осылай соңына дейін тоқисыздар. Ешқандай өзгеріссіз. Қыздар, міне мен тоқып болдым. Міне осындай болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай, енді біз 29-ші, 31, 33 солай жоғары қарай көтеріп, көбейтіп тоқитын боламыз. Енді бір сақина тоқисыздар да, айналдырасыздар да. Соединительный столбик жасайсыздар. 29-сын тоқисыздар. Және де қыздар, тоқу барысында бір темппен тоқу керекті. Қатты тоқсаңыздар, соңына дейін солай қаттырақ тоқуыңыз керек. Жай тоқсаңыздар, соңына дейін солай тоқуыңыз керек. Басында қатты тоқып, сосын жай тоқып, солай тоқитын болсаңыздар, жаңағы қатты тоққан жерлеріңіз жаңағы кішкентай болып тұрады да, ал жай тоққан жерлеріңіз үлкен болып тұрады. Бірақ сіз ешқандай қателіксіз 29 сақина тоқисыздар да, бірақ біреуін жай тоқисыз, біреуін қатты тоқисыз. Сол себепті ол деген екі түрлі болып шығады. Сол себепті басында қалай тоқсаңыздар, соңында да солай тоқығандарыңыз жөн. Және де именно осы бас киім тоқыған кезде қателеспей тоқу керекті. 29 сақина ма, 29 болу керек. Жаңағы қателесіп кетсеңіздер, уже сізде дұрыс шықпайды. Міне қыздар, қараңыздар, мен 29 сақина тоқыдым. Енді бір сақина тоқимын да артқа айналдырамын. Тап солай соңына дейін тоқисыздар да, сосын соңына дейін жеткенде қайтадан 29 сақинаны обратно тоқисыздар. Сосын оны мен 31-ге дейін қалай тоқу керек екенін көрсететін боламын. Міне 31 тоқимыз, енді 31 соединительный столбик тоқимыз. Міне мен 29 тоқыдым, енді оны 31 қыламыз. Міне мына шетінде көріп тұрғандарыңыздай соны ішіне кіргізесіздер. Мына 30-шы соединительный столбик бар ғой, үшеуін қараңыздар, бірге алып тоқисыздар. Сонда бізде 30-ші болады. Міне шетінен жіпті аласыздар да 30-дан. Міне осы 30-ші соединительный столбик, мынау 31-ші соединительный столбик болады. Бір сақина тоқисыздар да айналдырасыздар. Тап солай кері қарайда тап солай тоқитын боласыздар. Ешқандай өзгеріссіз соединительный столбик тоқисыздар. Келесі мысалы 33-ті тап осылай 31-ге дейін әкеліп тоқисыздар. Қараңыздар, мен міне 31-ге дейін тоқыдым. Енді біз 33-ті тоқимыз. 33-ті тоқу үшін 33-ші, яғни осы шетінен аласыздар. Міне
32-ші соединительный столбик ішіне кіргізіп тұрасыздар, осылай үшеуін бірге тоқисыздар. Енді 33-шісін осылай соединительный столбик тоқисыздар. Бір сақина айналдырасыздар. Тап осылай қыздар соңына дейін жаңағы тоқисыздар, ешқандай өзгеріссіз. Тап солай тоқыла береді. Қыздар, енді өздеріңіз 40-қа дейін тоқисыздар. Содан кейін қайтадан 38, 36, 33, 31 деп қайтадан төменге қарай тоқисыздар. Ол кезде уже сонда бізде осындай бір жапырақ шығады. Осындай біреуі шықты. Қараңыздар, келесі мен 40-ты тоққаннан кейін енді осылай 38-ін тоқимын. Осылай 38-ін тоқисыздар. Сосын 36, 33 тап солай тоқи бересіздер. Төменге қарай тоқисыздар. Ол кезде қараңыздар, осылай бізде осындай бас киіміміздің бір бөлігі шығады. Осындайдан сіздер 4-еуін, 5-еуін жаңағы бастың размеріне қарай тоқи бересіздер. Және қыздар, мен бұл жерде 40 сақинадан тоқып көрсеттім да. Жалпы бұл размер кішкентай болып қалды. Сол себепті мен бұны сөгіп өзім 50 сақинадан тоқыдым. Қараңыздар, тап осындай болып шығады. Және де бұл созылады, себебі бұл резиновый узор. Қараңыздар, осындайдан 4-еуі, 5-еуін тоқи бересіздер. Ешқандай қиындығы жоқ, сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Қыздар, мен уже тоқып болдым. Осындай болып шықты. Бұл менің 50 сақинадан тоққаным. Жалпы басында сізге 40 сақинадан тоқыдым. Жалпы өзім кішкентай көрдім да. Сол себепті осылай 50 сақинадан тоқыдым. Қараңыздар, осылай жоғары қарап тұрған осылай жүрекшелі узорлар бар. Көріп тұрсыздар ғой, біздің узорымыз жоғары қарап тұр, ол оң жағы болады. Ал мына жерде қараңыздар, төмен қарап тұр. Бұл теріс жағы болады бас киіміміздің. Енді біз бас киімімізді осы араларын қосып тоқитын боламыз. Ол үшін қараңыздар, жоғары қарап тұрған ол оң жағы, артқа қарап тұрған сол жағы. Біз оны теріс қаратып қосатын боламыз. Айналдырамыз. Төменгі жағы. Енді қараңыздар. Қыздар, қараңыздар, ең шетінен, осылай ең шетінен ала аласыздар да. Қараңыздар. Сосын ар жақта жіпті арасына кіргізіп, соединительный столбик тоқисыздар. Осылай қосасыздар. Және де бір сақина тоқисыздар. Сосын қараңыздар. Енді қараңыздар. Шеті бар ғой, көріп тұрсыздар ғой. Осы жерден алып шетінен осылай шетінен аласыздар. Және ар жақтағынан, қараңыз, ар жақта осылай сақина тұр ғой, соның бер жағындағысынан алып соединительный столбик тоқисыздар. Қараңыздар, осындай болып шығады. Бер жағынан аласыздар. Сосын ар жақтағынан алып қосып тоқисыздар. Тап солай соңына дейін тоқи бересіздер.
міне қыздар, қараңыздар, мен осылай соединительный столбиктермен тоқып болдым соңына дейін. Енді қараңыздар, енді не жоғары жағында шығып тұрғандар бар ғой, манда бері тоқып жатқанымыз сондайды, міне осыларды соединительный столбиктермен бір екеуін қосамыз да, қалғанның арасынан жіп өткізіп барлығын бірге жинайтын боламыз. Міне осыны аламыз, арасына кіргіземіз. Екеуін бірге соединительный столбикмен қосамыз. Міне екіншісінде тап солай қосасыздар. Енді қараңыздар, осылай кішкене қиып аласыздар. Қараңыздар қыздар, енді міне жоғары жағындағылар бар ғой, барлығын міне осылай алып барлығын бірге аласыздар. Сосын арасына жіп өткіземіз. Тап видеодағыдай жасайсыздар. Осылай крючоктың ішіне жоғары жағындағы осындай жіптерді алып кіргізесіздер. Қараңыздар, осылай барлығын кіргізгеннен кейін мына жіпті аласыздар да, барлығының ішіне осы жіпті кіргізесіздер. Осылай барлығының арасына кіргізіп шығасыздар. Қараңыздар, мына жерде бос орналып қойды. Міне бұл жерде біреу қалып қойды. Міне соны аласыздар да, ол жерден де кіргізесіздер. Міне қараңыздар, бас жағы тап осылай жиналып қалады. Міне ішкі жағынан осындай. Осылай жіптің бер жағынан алып, қасындағы жібімізді осылай қысқа не аламыз, бітіреміз осылай.
Қыздар, міне біздің бас киіміміз осындай болып шықты. Бұл бас киім өте тығыз әрі жылы. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер менің видеом ұнаған болса, лайк басып, комментария жазып, достарыңызбен менің видеомды бөлісіңіздер. Көп рахмет сіздерге. Менің видео сабағым ұнады деген ойдамын.